Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен апамның рецептімен сіздерге блины пісіргім келіп тұр. Ең бірінші біз 300 мл сүтті аламыз. Оның үстінен 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Тұзбен жарты қасық соданы сала саламыз. Кішкентай қасық соданы енді салып отырмыз, иә? Ал енді 3 үлкен қасық қантты саламыз. 1, 2, 3, енді барлығын араластырып аламыз. Бірдей болып араластырып алғаннан кейін біз 320 грамм, міне алып алдым өлшеп, 320 граммды араластырып отырып қосатын боламыз. Қостық. Бұған дейін біз 300 мл сүт құйған болатынбыз. Міне тағы да 200 мл сүт алып тұрмыз. Тағы да үстіне қоямыз. Барлығы бізде 500 мл сүт құйылу керек. Және оны бірдей консистенцияға дейін, яғни бірдей болғанға дейін араластырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, яғни нанымыз бірдей болды, бірдей консистенцияда. Енді біз 300 мл ыстық су, яғни 1 стаканды ыстық кипяток суды қосамыз. Қосып араластырайық. Ал енді 3 ас қасық май, 1 қасық, 2 қасық, 3-ші қасық қосып жібереміз. Араластырып аламыз. Соңында нанымыз дайын болады. 3 ас қасық күнбағыс майын қостық, міне. Нанымыз мынандай болып шығу керек. Нанды қыздырдық, ал енді осылай салып формаға келтіреміз. Міне ашып пісті. Пісіп қалды. Сәжін шетінен алып тастадық. Осылай алып төңкеріп аламыз. Міне осылай бастап жасаймыз. Шетін осы лопатка арқылы ала бастаймыз. Осылаймен алынға өте жақсы болады. Міне осылай шешетін, осылай лопаткамен аламыз. Осылай аударамыз. Иісі деген бар ғой, аңқып күшті керемет болып тұр.
міне осылай мен шешетіні алып ашып осы лопатка арқылы алып жасаймын. Көрдіңіз бе, прям золотистый болып тұр да. Енді осымен алып төңкеремін. Осы лопаткамен аккуратно аламыз, жыртып алмай тез төңкере саламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Міне осындай күшті бренелар шықты. Және тағы да пісіріп жатырмыз. Астарыңыз дәмді болсын. Міне осындай керемет блинлар шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Осы блиныйды балмен немесе сметанамен жегенге керемет күшті болады. Міне осылай әдемі блинчиктер жасадық, және оның кішіректерін де жасадық. Міне естен ақ. Міне осындай кішкентай блинчиктер жасадық. Олар балаларға жегенге де күшті болады, және де әртүрлі формалар жасауға болады. Дәмі деген тіл үйрет, сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Начинка ретінде оны сметанамен немесе балмен, вареньемен қосып жегенге өте жақсы және өте дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын. Міне осындай әдемі котлет шығып тұр. Гарниріне өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қоясыздар. Астарыңыз дәмді болсын.